сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Сәуірдің 9 сізге видеороликтерінде толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Астанада қар жауса, Алматыда күн ысиды. Астанада қар аралас жаңбыр мен тұман күтіледі, ал Алматыда болса плюс 24 градусқа дейін жылы болады. Синоптиктер 3 күндік болжамда жариялады. Қазгидромет РМК мамандары алдағы 3 күнге 8, 9 және 10 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Астана мен Алматыдағы ауа құбылмалы болады деп хабарлайды Бақтошка КЗ тілшісі. Астанада жаңбыр мен қар күтіледі. 7 сәуір елордада ауа райы тұрақтылығын сақтап, қар жауып, күндіз найзағай күтіледі. Жел екпіні 15 метр секундқа дейін жетеді. Күндіз ауа райы температурасы плюс 15, плюс 17, түнде плюс 3, плюс 5 градус болады. 9 сәуір күн ала бұлтты болады, кей уақытта жаңбыр жауады. Жел екпіні 3-9 метр секундқа дейін жетсе, түнде плюс 6, плюс 8, күндіз болса плюс 13, плюс 15 градус шамасында ыссы болады. 10 сәуірде ауа күрт өзгеріп, түнде және таңертең жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын күтіліп, тұман түседі. Жел солтүстік батыстан солтүстік шығыстан ауысып, ауа температурасы түнде плюс 1, плюс 3, күндіз болса плюс 8, плюс 10 градусқа дейін төмендейді. Алматыда жылы, бірақ найзағай болады. 8 наурыз, 8 сәуір Алматыдағы жауын-шашынсыз ала бұлтты ауа райы сақталып, жел екпіні 13 метр секундқа дейін жетеді. Күндіз ауа температурасы плюс 22-24, түнде болса 11-13 градусты сақтайды. 9 сәуір қалада қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел екпіні 15-18 метр секундқа дейін жетіп, күндіз ауа температурасы плюс 15, плюс 17, түнде плюс 8, плюс 10. 10 сәуірде түнде таңертең түнде жаңбыр жауып, найзағай болжанып отыр. Жел шығыстан соғады. Ауа температурасы түнде плюс 8, плюс 10, күндіз плюс 17, плюс 19 градусқа дейін болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.